Сәлем, бұл қазір ревью арнасы. Өткен бейнероликте біз әлеуметтік желілер туралы жалпы ақпарат бердік. Сіздер олардың пайда болу тарихын тыңдап, соңғы статистикалық мәліметтермен таныстыңыздар. Бүгін біз сіздерге логотипін жер шарында әрбір адам танитын алпауыт компания Facebook туралы айтамыз. Бүгін сіз Марк Цукерберг әлеміне саяхат жасап, мектеп қабырғасында жасаған MP3 плеер жобасынан бастап, әлемдік деңгейдегі брендке айналған империя туралы толығырақ білетін боласыздар. Ендеше ыңғайланып отырып алыңыз, біз бастаймыз. 1984 жылы 14 мамырда Нью-Йорк штатының оңтүстік шығысында орналасқан White Plains қалашығында тіс дәрігері мен психиатр Цукерберг отбасында жалғыз бала дүниеге келді. Ол 1994 жылы 9 жасқа келгенде Intel 486 процессор негізінде жасалған алғашқы компьютеріне ие болды. Осы сәттен бастап ол әлем бағдарлама жасайтындар мен жай адамдардан тұратынын білді. Алғашқы ақылды ойыншыққа ие болған Марк өзін ересек сезініп, алғашқы кезде компьютерден алыстамады. Уақыт өте келе компьютердің қарапайым функцияларына көңілі толмаған ол бағдарламалау бойынша кітаптар оқи бастады. Бағдарлама жасауды тез меңгерген Марк мектепте жоғары сыныптарда оқып жүріп, бірнеше шағын бағдарламалар жасады. Мысал ретінде риск ойынын алуға болады. Цукерберг өзінің берген сұхбаттарының көбінде ешқашан жаһандық деңгейдегі бір зат ойлап табатын жоспарламағанын айтты. Оның орнына өзіне пайдалы кішкентай бағдарламалар жасау қызық болып көрінді. Соның бірі Synapse. Бұл ақылды MP3 форматтағы плеер адамның қай уақытта қандай жиілікпен ән тыңдайтынын ескеріп, өзінің ұйғарымы бойынша қажетті жанрда әндер ұсынды. Яғни техника адамның қалауына сәйкес икемделіп жұмыс істей алды. Дәл осы бағдарламаны әзірлеу Марктың кейінгі өмірін анықтаған басты оқиғаға айналды. Себебі оның ойлап тапқан бағдарламасына Microsoft корпорациясының өзі және AOL компаниясы көз тігіп, сатып алу мақсатында бірнеше рет келіссөздер жүргізді. Дарынды жас жігіт олардың сатып алу және бірігіп жұмыс істеу туралы ұсыныстарынан сыпайы түрде бас тартты. Өйткені сол кезде Цукерберг өзінің өмір жолының ерекше екенін түсінді және ақылды басымен біреуге жұмыс істеп алтын уақытын жұмсау өзіне жасаған қиянат деп қабылдады. Осылайша ол бірнеше мың доллардан және ең мықты IT компаниялардың бірінде жұмыс істеу мүмкіндігінен саналы түрде айырылды. Гарвард университетінде оқып жүргенде оның оқу үлгерімі орташа болды. Себебі бағдарламалар жасау уақытының көп бөлігін алды. Ең қызығы Марк университетте психология мамандығын таңдаған. Осы кезде ол емтиханға дайындалу үшін түрлі әдістерді қолданды. Мәселен, өнер тарихы курсы бойынша ол 500 суретті көріп зерттеу керек болған. Емтиханға 2 күн уақыт қалғанда ол үлгермейтінін түсініп, тез арада сайт жасап, сайттың әрбір бетіне бір-бір суреттен орналастырған. Содан кейін курстастарынан осы суреттер бойынша қысқаша не ойлайтындары туралы жазуын сұрады. Небәрі 2 сағаттан соң әрбір туындының астында комментарийлер пайда болып, оларды оқу оңай болды. Соның арқасында Марк бұл курсты өте жақсы деген бағамен аяқтады. Гарвардтың ішкі компьютерлік желілерінде университет қызметкерлерінің фотосуреттері мен олар туралы жеке мәліметтер сақталды. Бұны көрген Марктың басына қызықты идея келеді. Ол кездейсоқ 2 суретті таңдап, олардан қайсысы тартымдырақ екенін сұрайтын бағдарлама жасап шықты. Салыстырмалы таңдау жасайтындардың саны дереу өсе бастады. Сол күні кешке сайтқа 4000 адам кірді. Ал адамдар саны 20 мыңнан асқанда сервер шыдамай істен шықты. Әрине бұл үшін ол сазайын тартты, бірақ ол маңызды болмады, себебі болашақ байланыс орнату технологиясының дәні егілген еді. 2004 жылы 4 ақпанда Марк The Facebook әлеуметтік желісін іске қосты. Бұл сайт Гарвард студенттерінің бір-бірімен сөйлесу үшін жасалған еді. The Facebook студенттер арасында танымал болды, өйткені ол жерде білім алушылар топ, курс және қызығушылықтары бойынша топтаса алды. Сайтты іске қосу кезінде Маркпен бірге Эдуарда Саверн, Эндрю Макколум, Дастин Масковец және Крис Хьюз болды. Цукерберг жасаған әлеуметтік желі университет кампусынан тыс таралып, 2004 жылдың көктемінде оған Ivy лигасына кіретін барлық колледждер тіркелді. Қолданушылар суреттерін, өздері туралы мәліметтерді, ғылыми және өнердегі қызығушылықтарынан бастап, қандай қыз-жігіттер ұнайтыны туралы ақпаратты енгізе бастады. Ең бастысы суреттердің саны өте көп болды. Марк ата-анасының оның оқуына жинаған барлық ақшасын осы жобаға жұмсады. Десек те бұл қаржы жетпеді. Сондықтан Марк жазда қаржылай көмек іздеу мақсатында аттың басын силикон алқабына қарай бұрды. Сол жерде ол файлдармен алмасу Napster бағдарламасының авторы Шон Паркермен кездесті. Ол өз кезегінде Маркты PayPal төлемдер жүйесінің құрылушыларының бірі Питер Тильмен таныстырды. Тәжірибелі бизнесмен 15 минуттық сөйлесуден кейін Маркке $500 000 көлемінде инвестиция жасады. Цукерберг университетке қайта
қайтып келген соң еш кідірмей мерзімсіз академиялық демалыс алуға өтініш тапсырды. Тура осындай әрекетті біз білетін әйгілі Билл Гейтс те жасаған болатын. Ең қызығы, ол да Гарвард университетінде оқыған дарынды тұлға болып табылады. Бір қарағанда $500 000 ауқымды қаржы болып көрінеді. Марк және оның командасы Пало-Альто қалашығында жалдамалы бөлмелерде Facebook'ты тоқтамастан дамыта бастады. Желдетуі жоқ серверлер орнатылған бөлмелерде біреуі еденде, біреуі сынық орындықта отырып жұмыс істеді. Ал калифорниялық 45 градустық ыстығымен бірге пластиктен жасалған құрылғылар оңай балқитынын ескерсек, команданың қиын жағдайда еңбек етуін айту шындыққа сай келеді. 2004 жылдың қарашасында әлеуметтік желіні пайдаланушылар саны 1 миллионнан асты. Жарты жылдан соң Питер Тилдің көмегімен компания Excel Partners'тен 13 миллион инвестициялық көмек алды. Ал 2005 жылдың күзінде әлеуметтік желіде белсенді пайдаланушылар саны 5 миллионға жетті. Дәл осы кезде Facebook брендіне маңызды инвестиция салынды, яғни facebook.com домені сатып алынды. Осыған дейін бұл домен About Face компаниясына тиесілі болды. Марк оларға доменді алу үшін $200 000 төледі. 2006 жылы Цукербергке жаңа бизнесін сатып алу туралы алғашқы ұсыныстар түсе бастады. Оған $750 миллион ұсынғанда ол жоқ деп жауап берді. Себебі бұл өзі ойлаған сомадан 3 есе кем болды. Кейінірек Yahoo компаниясы 1 миллиард ақшамен де Цукербергтің көңілінен шыға алмады. Бұл саудаға Google-да кірісіп өзінің ұсыныстарын айтты. Алайда Марк барлығына жоқ деген жауап берді. Осы кезде сайт тек адамдармен емес, түрлі қызметтермен толықтырыла бастады. Компания қызметкерлері үлкен ақшаның үстінде отырған білсе де, сайтты қолданушылардан ақша табу оңай емес екенін түсінді. Желіде түрлі контекстік және оңай қабылданатын жарнамаларды қою қолға алынды. Арасында жеке ақпаратқа қол сұғумен байланысты келеңсіз жағдайлар да туып отырды. Себебі сайттың қауіпсіздігіне күмән туып, жеке профильдің толығымен өшірілмейтіні дау тудырды. 2007 жыл Facebook үшін аса маңызды болды. Себебі Microsoft компаниясы желінің 1,6%-ын $240 миллион сатып алды. Демек, сол кезде оның толық бағасы 15 миллиардқа тең болды. 2008 жылы компания өзінің басты бәсекелесі Connect-U жобасын 31 миллионға сатып алды. Бұл жобаны Winklevoss ағайындылары Гарвард университетінің студенттеріне арнап жасаған болатын. Шындығында бұл дәстүрлі сатып алу емес, ағайындылардың алдында өтемақы ретінде жүрді. Себебі олар Марк Цукербергті университетте оқып жүргенде әлеуметтік желі туралы идеялар, нақты айтқанда бағдарламалық кодты ұрлады деген арыздарын сотқа берген болатын. 2010 жылы Facebook $8 миллион FB қысқа доменін сатып алды. Оған дейін домен американдық фермерлер бюросына тиесілі болды. Сол жылы компания DiviShot импорттау құралын сатып алды. Ол әлеуметтік желідегі суреттер менеджерін жасауға негіз болды. Осы 2010 жылы сатып алынған ShareGrow қызметі Facebook Groups'ты жасауға септігін тигізді. Ал Hot Potato жобасын сатып алу арқылы Facebook Places қызметі жарық көрді. Ал топтарда хат алмасуға арналған Beluga қызметі Facebook Messengerді жасауға итермеледі. Осы кезде компания желінің мобильді нұсқасының маңыздылығы туралы ойлана бастады. Осыған орай Facebook $70 миллион израильдік Snap2 бағдарламасын сатып алды. Ал бұл сауда жолында компанияның ең ірі шешімі $1 миллиард Instagram'ды сатып алу болып табылады. Instagram қазіргі күннің өзінде сәтті жұмыс істеп тұр. Яғни Facebook дер кезінде дұрыс қадам жасап, бәсекелестің пайда болуына жол бермеді. Дегенмен білікті мамандардың пікірінше, ол кезде Instagram интернет мәдениеттің құрамдас бөлігі бола тұра, дұрыс жолға салынған бизнес модельге ие болмады және қомақты қаржы әкелмеді. Осымен компанияның сыртқы пайдалы әрі қызықты қызметтерді сатып алу операциялары тоқтамады. 2012 жылы Марк Snapchat қызметіне $3 миллиард ұсынды. Бірақ Snapchat'тың авторлары Эван Шпигель мен Бобби Мерфи бұл ұсынысты қабылдамады. Қазіргі күннің өзінде Snapchat Facebook үшін мықты бәсекелес болып отыр. 2014 жылы Facebook WhatsApp мессенджерін қомақты $19 миллиард сатып алып, әлемді таң қалдырды. IT мамандары бұл әрекетті тым қымбат қаржылай операцияға теңеп, әлі күнге дейін ол өз-өзін ақтамайды деген пікір айтуда. Ал егер Google компаниясы да WhatsApp'ты сатып алғысы келгенін ескерсек, Facebook келісуге тура келетін мықты ұсыныс жасаған байқауға болады. Facebook'тың әлеуметтік желі ретінде жоспар бойынша Oculus VR толықтырылған виртуалды кеңістік саласындағы қызметті $2 миллиард сатып алып, заманауи технологияны әлеуметтік желіге ендіру жолдарын зерттеп жатыр. Расында Марк Цукерберг Facebook'тың даму стратегиясын жоспарлағанда болашаққа зер салып қарайтыны анық. Сондықтан жер бетіндегі әрбір екінші адам бұл әлеуметтік желімен бірге өмір сүреді. Сіздермен болған Қазревью арнасы. Заманауи технология мен құрылғылар туралы ақпараттан хабардар болу үшін арнамызға тіркеліп қоңырауды басыңыз. Әрине, лайк басқан адамға рахмет айтамыз. Келесі кездескенше.